Құрметті ұстаздар мен оқушылар, сіздерді бүгінгі отбасы күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыларымызға бақыт, береке, ең бастысы денсаулық тілейміз. Келесі кезекте мектебіміздің жас ұлан және адал ұрпақ ұйымдарының комитет мүшелерінің әзірлеген шағын құттықтауларын қабыл алыңыздар. Барлықтарыңызды келбеткен отбасы мейрамымен құттықтаймыз. Отбасыларыңызға бірлік, табыс, адалдық, байлық тілейміз. Білімді шаруа, қорқынышты пандемияға қарамастан отбасыларыңызбен, туыстарыңызбен, жақындарыңызбен бірге болыңыздар. Біз әлі бұл күндікті да жеңеміз. Біз біргеміз. Меня зовут Айдана, и я хочу вам рассказать о моей семье. Семья – это самое главное, что есть в моей жизни. Именно в семье мы учимся любить, понимать друг друга, уважать старших. Их смех, улыбка, радость доставляет мне одно удовольствие. Благодарю судьбу, что я попала в такую замечательную семью. Какой же глубокий смысл имеет слово «семья». Я люблю свою семью. Моя семья – мое богатство. Баршаңызды отбасы күнімен құттықтаймын. Отбасыңызға үлкен бақыт, тек шаттық, зор денсаулық тілеймін. Отан отбасыдан басталады деп жатырмыз. Жанұяның бақыт бірлігі әр сәбидің, әр баланың болашақ қадамы. Өйткені ұядан не көрсең, ұшқанда соны ілерсің. Отбасыда бір шағын ғана мемлекет. Сондықтан да отбасымызды қамқорға алып, аялап, отбасымызға бақыт сыйлайық. Баршаңызды тағы да отбасы күнімен құттықтаймын. Сәлем достар, мен Есболат Құзайаламын. Мен күнделікті көшеге шыққанда бетпе-беттерді тағамын. Себебі мен өз жақындарымды қорғағым келеді. Сіздерге де күнделікті көшеге шыққанда бетперде тағуға кеңес беремін. Өз жақыныңды сақта. Aman bolsun ata-anamız, bizді өсіріп баптаған. Aman жүрсін бауырымыз, алыстағы аңсаған. Берік болсын босағамыз, отауымыз қосылған. Ең керегі тату тәтті болсын менің жанұям.